Құрметті тіл ғылымы каналының көрермендері, мен сіздердің назарларыңызға бүгін оқытудағы жаңа әдіс-тәсілдердің кейбіреулерін ұсынғым келеді. Бірінші, қағаздағы сұрақтар деп аталатын тәсіл. Қағаздағы сұрақтар тәсілін жүргізу үшін оқушылардың әрқайсысы қағаз қиындыларына өзі білгісі келетін, немесе өзі жауап бергісі келетін сұрақтарды жазады. Жазылған сұрақтардың бәрін бір қалташаға салады. Сол қалташадағы сұрақтарды араластырып, содан соң еркін түрде қатысушыларға таратып береміз. Әркім өзіне түскен сұрақтарға жауап береді. Бұл тәсілді, яғни қағаздағы сұрақтар тәсілін үй тапсырмасын сұрағанда өте тиімді тәсіл болып табылады. Екінші, сіздердің назарларыңызға ұсынылатын тәсілдің атауы Синквейн тәсілі. Бұл Америка құрама штаттарында жапон поэзиясының ықпалымен пайда болған 20 ғасырда. Бұл Синквейн тәсілін кейін дидактикалық, яғни оқыту мақсатында пайдаланамыз. Негізі Синквейн тәсілі дегенді басқаша айтқанда 5 жолдан тұратын 5 тұрақты формадағы өлең шумақтарын құрастыру. Бұл дидактикалық мақсатқа сәйкестенген кезде өткізілген сабақ тақырыбына қатысты оқушылардың немесе білім алушылардың сол тақырыпты қаншалықты игергендігін анықтау мақсатында жүзеге асырылады. Ол үшін бірінші жолында тақырыптың атауы зат есім түрінде келтіріледі. Екінші жолда тақырыпты сипаттайтын екі сөз сын есім түрінде беріледі. Үшінші жолда тақырып туралы қимылды білдіретін үш сөз, яғни етістік түрінде келеді. Төртінші жолында тақырыпқа қатысты 4 сөзден тұратын сөз орамы, ол сөз тіркесі де болуы мүмкін, сөйлем түрінде де келуі мүмкін. Бесінші жол тақырыптың мәнін ашатын синоним сөз, яғни бұл негізінен метафора болып табылады. Мысалы, сөз деген тақырыпқа қатысты Синквейн тәсілін қолданған кезде қандай нәтиже берді? Оқушылар тарапынан екі нұсқадан туындауы мүмкін. Синквейнді біз алдарыңызға ұсынып отырмыз. Бірінші сөз жып-жылы тым терең, жадыратып, жылытып, жарқыратып, жаныма мейірім құятын қуат дейді. Бұл жерде сөздің мағынасының тереңдігі, сөз арқылы біреудің сезіміне әсер етуге болатындығы, сол сөз мағынасының адамның көңіл-күйіне әсер еткен кезде жағымды және жағымсыз әсерлері болатындығы, және сөз арқылы бүкіл тілдегі рух, яғни құндылықтар тасымалданатындығы айтылып тұр. Екінші мысалға сөз қылыштай өткір, кесіп тіліп, еттен де өтер, сүйектен өтіп, жаныңа жетер оқ. Сөз оқ дейді. Яғни айтылған сөз атылған оқ екендігі, сөздің адамдың жанына да жара салатындығы, сөздің қуаты беріліп тұр бұл Синквейн тәсілінде. Синквейн тәсілі белгілі бір тақырыптағы өткеннен кейін сол тақырыпты игерген білім алушыда ол қандай деңгейде игерілгендігін тексеруге мүмкіндік беретін, әрі шығармашылығын дамытатын тәсілге жатады. Үшінші тәсіл сөз ойыны тәсілі. Бұл сөз ойыны тәсілінің мақсаты оқушылардың сөздік қорларын арттыру. Ойынның шарты өлеңдегі әріптерді пайдаланып, оқушылар немесе білім алушылар басқа сөз құрастырып шығарады. Балаға да, ағаға да, пайдасы мол аңдағанға. Қызықты бұл ойын түрін, қызықтайық бізде мұны. Бұрын ойнап көріп педің? Жеке бір сөз әріптерін алды-артына таратамыз, жаңа сөзге жаратамыз. Балмұздықтан пәлен сөзді, тоқылдақтан түген сөзді, оспақшылдан 15 сөзді, 100 таныстан 105 сөзді құрастырып тіл ұштаймыз, сөз ойынын қызықтаймыз. Сөз ойыны тәсілінде тәжірибелеріңізге қолданып көріп, оның нәтижесін, туындайтын қиындықтар, немесе сөз қорларын арттыру деңгейін талдап, тіл ғылымы каналына кері байланыс жасасаңыздар, біз ризашылығымызды білдіреміз. Назарларыңызға рахмет, кәделеріңізге жарасын. Сау болыңыздар.